Yo dostlar, bәріне сәлем. Бұл жерде Bigmax Сюган Кера X. Бүгін бізде тағы да влог, жаңа видео. Так, бүгін шілденің 21 күні. Міне қазір сағат таңғы, сотына қарап жүрсең. Дала әлі күн дұрыс шыққан жоқ, дала қап-қараңғы. Сағат таңғы 5:34. Достар, не айтуға болады? Короче, мен бүгін сағат, яғни жаңа айттым, 5:34 дедім, 21 шілде күні сағат түнгі 2-ден бастап ВК-да отырдым да, сағат түнгі 3-ге шейін адамдармен сөйлестім. Одан кейін адамдардың барлығы ұйықтап қалды. Мен әлі ояумын, достар, мен әлі ұйқым келген жоқ. Қатты ұйқым келіп тұр. Далада әжемді шығарып салдым таксиге. Себебі әжем Амангелдіге кеткен тұғын. Мен содан кейін сразу келіп балконда тұрып видео түсіріп жатырмын. Себебі дала аша видео түсірмесем, дала кішкене салқындау, сосын дала қорқынышты. Балконның өзі қорқынышты, жаңбыр жауып жатыр. Достар, ойлаңыздар, таңғы 5, әлі күн жоқ. Міне шатырдан жаңбыр жауып жатыр. Йо, достар, кәдімгідей түн сияқты, бірақ ана жақта жарық. Керемет, менің көңіл-күйім керемет, былайша айтқанда. Міне, бірақ только қараңғы болғаны жаман болып тұр. Мен көрініп тұрмын ба, сағат таңғы 5, ВК-да мана таңғы сол түнгі 2-ден бері жазып жатырмын. 3 болсын, 4 болсын, 5 болсын, тұрыңдар деп, әлі ешкім жоқ. Үйдегілердің барлығы ұйықтап жатыр. Бүгін сенбі күні, суббота, достар, ертең Атака Титановтың 3-ші сезонның 1-ші эпизод шығады. Оған реакциямды түсіремін және ол туралы айтамын. Қазір мен өзімді түсірмеймін, жай даланы түсіремін да айтып тұрамын. Далада ешкім жоқ, қазір үші бүгін демалыс қой. Адамдар да жоқ. Сол әжені шығарып тастадым. Достар, жаңбырдың иісі керемет. Кімге жаңбырдың иісі ұнайды? Мысалы, маған жаңбырдың иісі қатты ұнайды. Бір түрлі түн сияқты, немесе кешке қарай сияқты. Кеш сияқты, кешке қарай. Достар, себебін айтайын, мен бүгін челлендж ұйымдастырып жатырмын. 24 сағат бойы ұйықтамау деген челлендж. Достар, мен сіздер ойлайсыздар, шаршап тұр деп. Жоқ, мен шаршаған жоқпын, мен әлі бодрымын. Мен әлі күшім көп, әлі шаршаған жоқпын. Себебі мен демалыс күні, кішкентай кезімнен өзі суббота, воскресенье күні ерте тұрып аламын, барлығы ұйықтап жатқан кезде. Бүгін вообще ұйықтаған жоқпын. Әжейді ұйықтаған жоқ, сағат 4 кезінде ма, сондайға сен. Өйткені жоқ, ұйықтаған жоқ вообще әжейді. Өйткені короче, достар, жаңбыр жауып тұр, әне. Вообще дым көрінбейді. Міне, мына жақ әдемі. Мен бүгін бір түрлі көңіл-күйім керемет, себебі ертең Атака Титановтың 3-ші сезонның 1-ші эпизод шығады, және де бүгін ерте тұрған деген емес, ұйықтаған жоқпын бүгін. Қазір мен скриншоттарымды қойып кетем. Түнгі 3-тен бастап таңғы 5-ке шейін сөйлескен, бірақ немесе қоймайын да, қоймай қойын. Достар, сіздер сағат нешеде тұрасыздар? Мен мысалы сабақ күндері және жұмыс күндері 12-1 кезінде тұрамын да, сағат түнгі 1-2-ке шейін отырам. Ал бүгін вообще ұйықтаған жоқпын. Ойлаңыздар. 20 шілде тұрдым, 20 шілде сағат 12-де немесе сағат 1-де тұрдым. Бүгін 21 шілде таңғы 5, мен әлі ояумын. Ұйықтаған жоқпын. Басында ұйықтаймын дедім. Басында залда жаттым, Темірған ініммен бірге жерде. Одан түнгі 3 болған кезде өз бөлмеме барып жаттым. 3-те отырдым, 4-те отырдым. Содан кейін міне, қазір қайтадан бөлмеме барамын. Мені қорқып тұрғаным әлі бір түрлі дала қараңғы. Негізі жазды күні таңғы 5 кезінде не болу керек тұғын? Күн жарық, күн шығу керек тұғын. Бірақ бүгін күн болтты, өкінішке орай, сондықтан достар, мен әлі жуынған да жоқпын. Бір түрлі ұйықтаған жоқпын. Жаңбыр қатты жауып кетті. Жарайды, жақсы достар.